Бүгін парламенттің мәжілісі 20-дан аса құжатты қарап, кеден одағына қатысты бірқатар келісімдерді бекітті. Бұл одақтың алғашқы кезеңінің жүзеге асуына аз ғана уақыт қалды. Сондықтан бұлар соңғы отырыстарында төменгі палата жаңа құрылымға қатысты келісімдерді топ-тобымен мақұлдап жатыр. Сәрсенбі сайын өтетін жалпы отырыста депутаттар елдің мұңы мен жоғын тізіп, үкіметке өткір сауалдар жолдауы дәстүрге айналған. Бүгінгі отырыста сауалдардан кенде болған жоқ. Соның бірі көші-қон тәртібіне байланысты. Атамекенге ат артып жететін қандастарымызды жаңа тәртіп енгізіп, сенделтіп қойдық дейді бір топ депутат. Бұрын шетел азаматтарының төлқұжатын тіркеу, қажет жағдайда виза беру шаруаларын көші-қон полициясы тындыратын. Ал наурыз айынан бастап бұл іс екіге жарылды. Шетел азаматтарына жеке сапар іскерлік визаларын енді Сыртқы істер министрлігі жүзеге асырды. Қалған құзыр бұрынғысынша көші-қон полициясында қалып отыр. Бұл тәртіп елдің қауіпсіздігі үшін қажет-ақ, дегенмен шеттегі қандастарымыздың ата-қонысқа қайтуына да зиян тигізіп отыр дейді депутаттар. Мысалы, Қытайдан келіп, екі мекеменің арасында сенделген бір топ қазақ жақында кері қайтуға мәжбүр болған. Осы кедергілерді жою қажет дейді бірнеше депутаттың қолы қойылған сауалда үкіметке бағыттаған депутат Бекболат Тілеухан. Өз қандастарымыздың атамекеніне оралуына қолайлы мүмкіндіктер жасау үшін бірінші еліміздің Қытайдағы консулдық және визалық қызметтеріне ол жақта қандастарымызға ешбір кедергісіз бір жылға көп мәрте виза беруін, Қытайдан келіп артта қалған туыс туғандарын елге әкелемін деушілерге еш кедергісіз көші-қон полициясы тарапынан арнайы шығып кіру визасының берілуін, елге келген қандастарымызды уақытша және тұрақты тіркеу үшін арнайы жеңілдеткен жүйе немесе арнайы құрылған орталықтарда, бейімді орталықтарында тіркеуге алып, олардың азаматтық алуына қолайлы мүмкіндіктер жасалуын, шетелде тұрып, сол елдерде зейнеткерлікке шыққан қандастарымыздың елге оралғандарына ықтияр хатпен тұруына мүмкіндік берілу мәселелерін шешу жолдарын қарастыруын сұраймыз.